11-ше. Негізі телефонмен қарап отырғанда ыңғайсыз шығар. Телефонмен қарап отырғанда ыңғайсыз ба? Блин. He tickets sent to his home address yesterday. Tickets это бізде something, sent уже үшінші формасы. Не жетпей тұр бізде? Әрине have немесе get деген сөз жетіспей тұр, окей? You should have it fixed. Я, әрине. Лучше параллельно нотыңызды қоса беріңіз. 13-ше. They couldn't. Anyone это адам. Плюс бізде to тұр. Значит, have па get па? Әрине get. Я? 14-ше. They had it. Хорошо. It это бізде зат. Something. Және зат болған кезде не болады? Б болады. Дұрыс па? Да, красавчики. After winning a fortune, her family to do everything for her. Her family это адамдар. Еще tutor. Значит, не болады? She gets, әрине. 16, 17, 18 давайте. Тез бітірсек, қазір ажаны чуть-чуть қиындаулар бар. The house redecorated if I could afford it. Так, Б дейді. Так, 16. If I could afford it. Қараңыздар, мынау бізде мынау бізде conditional ғой, дұрыс па? Нешінші conditional айтыңыздаршы? Біз conditional өттік қой. Вроде өттік, я? Өттік. Нешінші conditional? 16 бізде? Сөрт емес. Second. Не үшін second conditional деген ойға келдік? Себебі мына жерде бізде could және етістіктің бірінші формасы тұр. Дұрыс па? Ал мына жерде could етістіктің бірінші формасы болса, мына жерде бізде would және етістіктің бірінші формасы тұру керек, я? Ой, sorry. Вообще қуып кеттім мен. Так, бізде мына жерде past simple болу керек қой. Но past simple болмайды, значит, бұл бізде mixed conditionalға келіп тұр. Дұрыс па? 2 плюс 3 second conditionalдың басы, 3-ің аяғы. Mixed conditional болса, онда Б болады дұрыс ответі. Себебі? Они түште собираю. Жалғыз отыр екенсіз, сабақ беріп жатыр екен. Онлайн сабақ. Сонда бізде would have had болады, окей? 17-сі. He got a friend, him at the airport. Сонда бізде got, get, я? Және someone, friend это someone. Get someone'нан кейін бізде әрине to болады, я? Молодцы. Апай ережеде have, get, ing, енді иде жалғанып өзгере бере ма? Соны тестта түсінбедім дейді. Have, жақсы сұрағайым. Біз мынау have пен get не істесеңдер, білгендеріңіз істеңдер have пен get-пен. Сіздер having десеңіздер де болады. Сіздер had десеңіздер. Мына жерде видите, would have had деп те қойдық. Не істегілерің келсе, сендердің өздерің, я? Мысалы, will have десеңіздер, will get десеңіздер, без разницы. Хорошо? Мына екеуін өзгерте беріңдер. Главное, осы have, get-тан кейін не тұрады? Сол нәрсе маңызды. Түсіндіңіз ба, айым? Так, он здесь the teacher, him, do. Вот қараңыздар, мына жерде to жоқ уже, значит, had болады. Жақсы ма? Молодцы, красавчики. Нормально жазып отырсыңдар бәрін. Так, 19, 20-21 апай үй жұмысындағы тестті алып талдайықшын. Хорошо, давайте, бізде уақыт бар, біз мынаны талдайық қазір. Давайте осыны бітірейік. Потом ар жағында бізде кішкене қиындау тесті бар, соны талдайық, и потом үй жұмысын талдайық. Келісесіздер ма? Үй жұмысын барлығы талдағысы келіп тұр ма? 19, хорошо, his bags это something, это етістің үшінші формасы, әрине had болады. Неге get болмайды? Айтыңыздаршы, 19-да неге б болмайды? Жоқ, көбісі causative қиын шатастырады. Сол үшін causative қайталайықшы деп тұр ғой. Жоқ, ол бізде have bags деген something қой. Something болған кезде всегда етістік. Біз то есть have немесе get плюс something плюс етістіктің үшінші формасы. Разница жоқ. Ол те somebody болса. Не үшін 19? Ал давайте айтыңдар. Не үшін 19-да had бізде getті де қойсақ болады ғой. Не нәрсе сіздерде past екенін көрсетіп тұр? Yesterday деген сияқты нәрселер тұрған жоқ қой мына жерде. Жоқ. To деген достар, ол someone болса, someone, get, someone, to болатын еді. Хорошо?
А мына жерде something деп тұр. Ego деп тұр ма не? Жоқ, ego деген жоқ мына жерде. His bags loaded into the train by porter. Сіздер қайсын айтып жатсыздар? Ой, нет, бұл нәрсе бізде формуланікі ғой, етістіктің үшінші формасы болу керек. Давайте, кім айтады соған, соған Каспийна 200 теңге менен аттым. Кім 19-да не үшін Б болмайтын дұрыс айтады? Бірінші боп, соған Каспийна менен 200 теңге. Жоқ одан емес. Ол достар, ол по-любому етістік үшінші формасы болу керек қой, потому что have, get, something етістіктің үшінші формасы. Формула бойынша солай. To деген ол someone болса ғана. Давайте. Өткен шақ екен сіздерге ештеңе көрсетіп тұрған жоқ. By деген үшін емес. Жоқ. А вдруг в presence, вдруг ол всегда поездға, портер арқылы, то есть алынады. Have, есть, get, брать. Нет. Опа. Ару. Ару почти жақын. Но толық емес жауап. Опа, перизат бірінші айтып қойды. Так. Перизат, кураторың айт, куратор маған номеріңді жібереді. Каспийға 200 теңге аударып жүремін сабақтан кейін. Достар, егер present simple болса, he gets болатын еді мына жерде. Көрдіңдер ма? Бұл жерде gets деп тұрған жоқ. Сол үшін ол дұрыс емес. Бұл нәрсе не үшін мен акцент жасап отырмын? Ертең сіздер тестта бұндай нәрселер келеді. Енді де шатастырады өстіп. И сіз сол кезде айтуыңыз керексіз. Жоқ, gets болмайды деп. Түсінікті ма? Там, допустим, 6 варианттың ішінен таңдайтын болсаңыздар. Түсінікті ғой? Егер present simple болған жоқ, мына жерде past simple'ды көрсетіп тұрған еш нәрсе жоқ. Сол үшін мен сұрадым, неге present simple емес деп. Тілінің ұшында тұр, Аружан жақын тұрды да? Аружан ба, Аруна ма кім? Жоқ. Видите, бұл жерде год болудай міндетті емес қой. Вдруг это present simple деген сияқты нәрсе ғой. Хорошо? Қазір 1 минут. Жақсы ма? Түсінікті ма? Бұл сақталады, мен запись жасап жатырмын. Енді Аруға 200 теңге бұйырмай тұр екен енді. Жырава деп айтты, интернет ұстамай жіберген. Да все уже, Фариза поздно уже. Надо было раньше, ондай. Өмір ғой, өмір осындай қатал әділет. 200 теңге үшін не істемейсің. Так, 20. I had my car. Хорошо, had something. Әрине бізде Б болады, service. I'm going to have them. Хорошо, have и someone. Уже someone. Someone болса не болады? Ага. 21 А болады. Потому что бізде, сіздер біліп тұрсыздар. Главное, сонда не нәрсе екен, достар? Бастысы бүкіл формуланы жаттап алу. Так, мына тестті орындамай қойық, мына слишком оңай сіздер үшін. Давайте кішкене қиынырақ тестті қарап көрейік, Жанель, қараңыздар. When we visit art galleries in other countries, когда мы посещаем арт-галереи в других странах, we usually to go in. But when foreigners come to Britain, they by the British taxpayer did. Subsidize деген означает, не оплачиваем, а вот как бы финансировать. Енді ойлаңыздар. We usually но бізде бірақ, подождите, но бізде не ғой? Жыр жоқ. Sorry, но бізде вообще не емес, causative емес. Но бізде passive voice қой вообще, use it to be used. Хорошо, мына жақта бізде мынаның бәрі passive voice и так далее ғой. Жаңағы үй жұмысын талдайықшы деген адамдардың дұғалары қабыл болып қалды. Так, үй жұмысы. Қарайық. Бізден сұрап тұр. What is the correct form of the sentence? She repairs the car herself. Так, мына жерде мен дұрыс жауаптардың барлығын аудиоға. Я уберу. То есть, на жерде бізге нужно сказать, что ол машинаны барып жөндетті. Әрине, дұрыс ответ С, да? То есть, she has the car repaired. Хорошо?
Бірде. Екіде. He made his sister. Хорошо. He made someone. Аха. Make'тен кейін етістік не болу керек бізде? Бірінші формада тұру керек. Значит, fix болады. Окей. Сұрақтарыңыз болса, осы моментте сұрақтарыңыз қойып жіберіңіздер чатқа. Хорошо? Сіздерде қалай болды басқаша? В смысле басқаша? Which sentence uses the causative correctly? Жоқ, жауаптарын айта беріңіздер, потому что на жерде мен... Хорошо. Which sentence uses the causative? Хорошо. Қарайық. I am having. Хорошо. Мына жаққа айтын дұрыс. My dog. Бұл жерде сонда have. Dog это бізде someone ғой. Something қой, негізі dog деген зат қой. Ағылшын тілінде как бы something ретінде есептеледі. Хорошо. И мына жерде бізде етістік үшінші формада болу керек. Сол үшін бізде а дұрыс емес. Хорошо? He had his hair cutted. Бұда не қате? Ит ағылшын тілінде жануарлар андай как зат ретінде үшінші не ретінде қабылданады. Хорошо? Кат болу керек просто. She is getting her car repaired. Дұрыс. Міне, видите? Is getting де біз өзгере алармыз. Something және етістіктің үшінші формасы. Ал they will make a cake, вообще кимит формула. Will және made болмайды, Төрттеше. They built houses. Сонда, қараңыздар. Subject, потом get, потом something, и етістіктің үшінші формасы кеп тұр оған. Дұрыс па? Houses are building by them. Хорошо. Мынау дұрыс емес, потому что houses are building. Өте көп оқушылар мынандай нәрсені шатасады. Қараңыздар. Егер біз houses are building десек, бұл passive voice формасы, бұны өтеміз, хорошо? Может, даже қазір passive voice өтіп жүрейік, мынаны тезірек бітірсек, потому что ол прям андай ұзақ не емес. Houses are building десек, дома строят. Что? То есть, видите, бізде зат есім, бізде етістік бар, обязательно бізде толықтауыш болады. Нені? Are building schools деп, допустим, үйлер, мектептерді салып жатыр деген сияқты нәрсе болып қалады. Сол үшін дұрыс емес. Жарай ма? Passive voice болу керек. Қазір біз бұны уақыт өтсек үлгереміз. Уақыт қалса үйретемін. Так, аппай, хешиетте уаз қойған. Ол дұрыс емес болды. Значит, causative word ғана болу керек па дейді. Гүлназ, сіз қай сұрақты айтып тұрсыз? Мен сізге жауап беремін. Неге his hair cutted болмайды? Анайля, потому что каттың үш формасында кат. Гүлназ, нешінші сұрақ екен маған айтыңыз, мен сізге түсіндіріп беремін. Жақсы ма? Houses were built by them. В принципе, мынау бізде дұрыс, но бұл passive voice, а сізге causative деп тұр. Хорошо? They have built houses, тоже мынау present perfect болып тұр. Хорошо? Так, идемте дальше. She had her dress altered. Who performed the action of altering? Хорошо. То есть, на жерде someone else. Әрине. То есть, видите, мына жерде идея қандай? Have something-дан, яғни сен үшін басқа біреу жасап береді. Идея қандай, Так, жаңа Гүлназ сіздің негізі күтіп отырмын. Which option correctly uses the causative form in the past tense дейді. Яғни бұл жерде біз жаңағы короче, I wish it wasn't raining hard деп жазған, ол дұрыс емес болды дейді. Бұл вообще subjunctive mood туралы айтып жатырсыз ғой. Потому что subjunctive moodта бізде conditional subjunctive'та were деген более приемлемый. То есть негізі was деуге болады, но were более қабылданады. Так, мына жерде бізде неге 6 деп отырсыздар? Сіздерге past деп тұр. Б деген has, gets деген нәрсе болмайды ғой. Бұл барлығы present. Әрине, енді қараңыздар, а да емес. He had made a delicious dinner. Бұл бізде causative емес қой. Бізде, видите, causative тапты тұр. Дұрыс ответі, достар, бізде Д болады. They got the problem solved. Got деген getті алды да, past simpleға айналдырды. Past simple. Сонда ол got болып кетті. То есть, их проблема была решена. То есть, они решили проблему ғой. Олардың проблемасын біреу шешіп берді. Кеше шешіп берді деген сияқты нәрсе ғой. Мына жерде he had made a delicious dinner, бұл бізде past perfect. Бұл causative ешқандай. Has gets жоқ. Will has деп айтамаймыз. Will have болу керек. Жақсы ма? Окей. Идемте дальше. Choose the correct causative form дейді. She got her children their room. Хорошо. Get someone. Әрине дұрыс ответі не болды? Б болады. To clean. Қараңыздар.
мына жерде бәрі дұрыс ответін айтып жатыр екен, иә, молодцы. What is the causative form I cooked dinner? То есть мен тамақты жасадым, тамақты маған біреу жасап берсе ше, не деймін? Бізде past дейміз ғой, cooked деп тұр, иә? Had немесе got, dinner, және етістіктің үшінші формасы cooked. Значит, дұрыс әрине былай. Ой, бисмилlah. Идемте дальше. 9. Which sentence uses the causative form in a future tense? Yeah? То есть бізде will, have немесе will get болады. Потому что will'дан кейін бізде етістік бірінші формада болу керек, иә? They will had деп айта алмаймыз. Ондай нәрсе жоқ. Түсініп тұрсыздар ғой, иә? They will get деп айта алмаймыз. Хорошо. They will have the party invited. They will have our house painted. Енді мына жерде екеуі де формаға сәйкес келіп тұр. Неге сіз дұрыс емес? Кім айтады? Неге сіз дұрыс емес ал? Давайте, идея жазыңдар. Идея жазайық. Неге сіз дұрыс емес? На что? Ну, потому что сюда бізде как будто жоқ, will have емес. Will need to... Да, Жанель, дұрыс айтасыз. Вечеринка как будто приглашена. Как будто на вечеринку кто-то пригласил. Короче, мағына жағынан тупо келмей тұр мына нәрсе. Әрине сошында, да, то есть біздің үйімізде біреу бояп берді. Хорошо? Сіздер бүгін қазір мен сіздерге тез пассив войсты түсіндіріп бергеніме қалай қарайсыздар? Тез түсіндіріп берейін бе, потому что тақырып негізі оңай пассив войстың. Қалай қарайсыздар? Иә, давайте. Мысалы 15-ке дейін талдап мынаны, ары қарай пассив войс түсіндірсем. Апай, мен сіз жауабын белгіледім дейді. Елдана, мен сізді түсінемін, сіз жауабын белгілеңіз, потому что форма бойынша сіз бұл жерде чисто мағынамен. Хорошо? Иә, дұрыс айтасыз шынымен. Түсінбей қаламыз ғой. Лучше келесі өтейік. Жақсы, қараймыз апа. Негізі ол тақырып оңай, мен сіздерге сіздер түсінетіндей қылып түсіндіріп беремін. Түсінбесеңіздер, келесі сабақта тоже оны талдаймыз, иә? Диназ ехала дейді. Так, давайте осы 10-15-пен аяқтайық. What is causative form of they fixed the leaky faucet дейді, иә? То есть олар жөндеді текущий нені, енді олар үшін жөндеп берді. Хорошо. Олар үшін жөндеп берді. Әрине бізде бірінші they болу керек, үшеуінде де бар, иә? Потом got немесе have. Ну, бізде өткен шақ қой, fixed. Сол үшін got және b болады әрине. Иә. 11. Choose the correct causative form дейді. He's having his brother. Хорошо. Have someone. Видите, на жерде мен, я не просто говорю, что компьютер жөндеп берді. Я говорю, что компьютером жөнделді. Я говорю, что именно его брат жөндеп берді. Хорошо? Конспектлесе қалмаймыз дейді. Скриншот жасап алыңыздар, хорошо? Или андай потом платформаға салынады ғой осы видео. Сол кезде қарап алсаңыздар болады, окей? Вообще дымойымдамаңыздар. Пассив войс өте оңай. Әрине с болады жауап, потому что have someone және етістіктің бірінші формасы болады, иә? Will get the chef to prepare the meal, get implied. То есть get деген мына жерде не білдіреді? Яғни бізге шеф тамақты жасап береді. То есть иә, дұрыс. Иә, бұл шеф жасап береді, бізге тамақты соны айтып тұр, оңай, иә? They fix the broken chair. Causative form. They, хорошо, fixed өткен шақ болып тұр, значит, had немесе got. Нені? The broken chair. Ну, chair болсын, хорошо. Нені? Жөнделді, значит, етістік үшінші формада болу керек. They got the chair fixed. Yeah? Бұға кеп тұр ғой? Кеп тұр. Which sentence uses the causative correct with? He had his car driving, he will get her hair cutted. Но, кажется, бізге қайтанып келді ғой, ме, или мына сөйлем ғана. We got the room cleaned, they had their doctor. Әрине, с болады. Yeah? Потому что чисто формулаға кеп тұр барлығы. What is causative form? They mowed the lawn. Yeah? They may... Мына жерде they had something the lawn. Сонымен, causative бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Causative бойынша сұрақ бар ма? Хорошо. Давайте мен қазір сіздерге
Собрать пока. Окончание ошибки. Қазір паниковать етпеңіздер. Мен сіздерге пассив войсты түсіндіріп көрейін. Если у вас не получится, түсініксіз болса, келесі сабақта біз бұны тағы да өтіп кетеміз. Хорошо, мен бұны просто андай ауқымды, вау дейтін қиын тақырып болмағасын, қазір тез емес, нормально түсіндіріп өтейін деп жатырмын. Хорошо, достар, қарайық. Пассив войс деген ол не? Яғни қараңыздар, бізде active voice деген бар, бізде passive voice деген бар. Active voice – это когда біреу бір нәрсені жасайды, я? То есть active кто-то что-то сделал. Телефон грелка уже чехолдан алып тастаңыз. В то время как пассив ол ырықсыз қазақша. Что-то было сделано. Или что-то делать с кем-то, я? То есть бұл жерде бізде какой-то бір әрекет жасауды, я, кем-то. Ол әрекетті біреу жасады, но бізге кім жасағаны маңызды емес. Түсінікті ма? Бізге, по сути, пофиг, кім жасады. Not important. Главное, маңызды нәрсе, what is important? Important. Ең маңызды нәрсе не болып тұр бізде? Action. Яғни іс-әрекеттің жасалғаны маңызды болып тұр. То есть, допустим, менің итім ұрланса, маған без разницы, кім ұрланды. Факт в том, что мою собаку украли. Моя собака была украдена. Маған сол факт қана маңызды болып тұр. Маған оның көршім ұрлап кетті ма, мұғалімім ұрлап кетті ма, оқушым ұрлап кетті ма, без разницы. Дұрыс па? Немесе мысалы, допустим, там 4 ағайынды там братишка сестренкаларым бар, я, и маман келеді, ыдыс жуылды ма дейді. Ыдысы жудың емес, ыдыс жуылды ма дейді. Неге? Потому что мамаларыңа без разницы, ыдысты кім жуды. Мамаларың үшін главное шай ішейін десе, таза кружка болса болды, таза кесе. То есть ыдыстың жуылғаны маңызды болып тұр. Түсіндік не үшін керек екен, я? Енді бұл жерде бізде достар чисто барлығы формуламен жүреді. Мен қазір сіздерге формулаларын көрсетіп беремін. Окей? Не үшін керек екен түсінікті ғой, я? Сіздің мысыңыз жоқ. Қараңыздар, бізде барлық пассив войста бір ереже ғана, бір формула сақталынады. Ол бізде object, яғни ненің үстінен іс-әрекет атқаруды деп айтамын мен бұны. Ыдыс жуылды ма? Ыдыс жуылды, я? Итім ұрланды, сабағым жасалды, кітап оқылды. Іс-әрекет ненің үстінен өтіп жатыр? Іс-әрекет ыдыстың үстінен өтіп жатыр, үстінен болып жатыр, я? Ыдыс жуылып жатыр. Ит ұрланды. Кім ұрланды? Ит ұрланды, я? Кітап оқылды, не оқылды? Кітап. Осының барлығы бізде object, яғни сөйлемнің басында тұрады, я? Міне, Перизат, молодец. Ой, Перизаттың 200 теңге ұтып алып деген активная болып, ойбай, Перизат бай ғой бүгін. Object. Ары қарай достар, бізде міндетті түрде to be болады. To be. Және де міндетті түрде етістіктің үшінші формасы ed. Бізге без разницы қандай етістік үшінші форма немесе ed. Енді бізде жалпы 12 шақ бар. Хорошо? 12-нің 8-інде, қателеспесем, 8-інде бізде passive voice жасалады. Енді сұрақ. Бізде яғни present simple, present continuous, past simple бар. Қалай біз оларды ажыратамыз? То есть қалай біз ол шаққа қоямыз? Егер бізде етістік сида үшінші форма болса, біз үйреніп қалдық қой етістікті ауыстырып, дұрыс па? ing жалғаймыз, екінші форма ed жалғаймыз деген сияқты. Біз мына to be-ді өзгереміз. Яғни мына нәрсе өзгермелі. Құбылмалы алматы сияқты, я? Құбылмалы to be. Вот. Енді қарайық. Мынау бізде основной форма. Пожалуйста, мынаны жаттап алыңыздар. Object, to be, етістіктің үшінші формасы ed. Жақсы ма? Теперь давайте біз каждый формуланы жазып шығайық. Давайте бір мысал алайық, я? Допустим, мен айтамын. Sandwich was eaten by Michael десек. Я, дұрыс, Жансая, молодец. Давайте, Жансая менің итімді ұрлап алыпты. Жансая менің итімді ұрлады. Давайте енді Жансаяның менің итімді ұрлағанын 8 түрі шаққа қойып шығайық. Сіз үлгермей қалдыңыз не нәрсеге? Скрин жасауға ма? Так, 1, 2, 3, 4, 5 скрин жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5 скрин жасаймыз.
Все. Уайымдамаңыздар. Бұны мен ютубқа да саламын, бұны мен платформаға саламын, сол кезде жасайсыздар. Қараймыз, Жансая менің итімді ұруады. Давайте былай. Жансая күнде менің итімді ұруайды. Мен күнде жаңа ит сатып аламын, Жансая күнде келеді де менің итімді ұруап алып кетеді. Present simple. Дұрыс па? Сонда мен бұны пассивті айтамын. Менің итім күнде ұрланады. My dog is stolen every day. Every day дейікшен. Кішкене бір түрлі мысал, қалай берсін. Күнде мен келемде овчарка сатып аламын, таңертең тұрсам, Жансая ұрлап алып кетеді, иә? Қайттан келем хаски сатып аламын, Жансая ұрлап кетеді. Көшеде китті алып келем, Жансая ұрлап алып кетеді. Кеттік, ары қарай. Екіншісі present continuous. Сұрақтарыңыз болса, сразу чатқа жаза беріңіздер, хорошо? Present continuous. Дәл қазір терезеден қарасам, Жансая менің итімді алып жүгіріп бара жатыр, итімді көтеріп алып, дәл овчарка алабайымды. То есть my dog is being дейміз, қараңыздар. Being, видите? Бұл continuous екен көрсетеді. Is being stolen now. The cat food will have been eaten мысықпен. Я, примерно ванила келеді сіздікі. Сонда қараңыздар, формулаға қарабақшы. My dog деген object, яғни не ұрланып жатыр, менің итім ұрланып жатыр. To be бар, етістің үшінші формасы бар. Достар, сіздер формуланы улавливаете, да? Мен мына жаққа жазып қойын. Object плюс to be плюс етістің үшінші формасы идей. Формулу улавливаете, да? Bank was robbed by Ерасыл. Пойдет Наргиза. Кеттік. Ары қарай, үшіншісі. Past simple. Кеше менің итімді Жансая ұрлап кетті. Маған маңызды емес, Жансая ұрлады ма, Айдан ұрлады ма, Ерқанат ұрлады ма, басқа итімді ұрлап кетті, иә? Не деймін? My dog. Past simple ғой. Past simple to be қандай? Was. Stolen. Етістің үшінші формасы. Stolen. Yesterday. Yes. Я мынау present continuous. Так, yesterday. Хорошо. Мен келемді айтам, прикиньте, кешке басымды терезеден шығарсам, менің итім ұрланып баратыр, Жансая ұрлап баратыр. Бұл не? Бұл past continuous. Continuous-ақ, просто мен count деп аяқтай салам, иә? My dog was being stolen yesterday at 5 дейікші, иә? Вот. Кеттік бесіншісі. My cake was eaten by my mom. Келет, я, Нұржанар, молодец. Мен кейде сіздердің комментарияларыңызға жауап беріп жатқанда өзімді Нұрлан имам сезініп қалам, ше. Андай сұрақтар қойып отырады, я, болады, болмайды деп, ше. Так, келесі, давайте present perfect. Future, ну ладно, present perfect болсын. Ладно, present perfect. Так, я грустная, мен настроением жоқ, жылағым келіп отыр. Не үшін жылағым келіп отыр десе, потому что менің итім ұрланып кетті. Я? Результат. Апай сонда активтан айналдырғанда қалай білеміз, қай жаққа айналдыру керек екен. Ну, сізде актив қандай жақта тұр? Допустим, қараңыздар. No, Жансая steals my dog. Сіз көріп тұрсыз мына нәрсені present simple екен. Мына present simple айтамыз. No, Жансая is stealing my dog. Я? Но Жансая кеше ұрлап алды. Жансая stole my dog. Бұл жақшаның ішінде, достар, бізде active voice. Хорошо? То есть, қай жақта екенсіз active voice-ті көре аласыз ғой, соны passive voice-қа аударып жібересіз. Так, my dog бірақ зат қой, сол үшін have емес, has been болады, has been stolen. Кеттік. Алтыншысы. Past perfect. My dog had been stolen. Жетіншісі. Мен уже білем, 5 ай болды, Жансая күнде менің иттерімді ұрлап алады. Мен білем, что ертеңде ол менің итімді ұрлап алады. Чихуахуа сатып алған, чихуахуамды да ұрлап алып кетеді. Сонда мен не деймін? Future simple. My dog will be stolen tomorrow.
Менің итім ертең ұрланады. Және последний бізде ол future perfect. Future. Так, нам скрыть. Future. Past perfect'ті қалай ұрлайды? Жақсы сұрақ. Past perfect'ті, допустим, мен былай айта аламын. Yesterday when I came home, I realized that my dog had been stolen. Мен кеше үйге келгенде, я поняла, что моя собака была украдена. То есть кеше сағат 5-те үйге келсем, мен келгенге дейін итім ұрланып кетті ғой. Дұрыс па? То есть мен келдім кеше. Ол өткен шақ. Ал өткен шаққа дейін болған нәрсе, ол past perfect. Итім ұрланып кетті. Хорошо? Да, ит кетті. Жансая просто корейский ресторанмен договорға отырған ғой. Так. Future perfect. Future perfect. My dog. И мен білем, что ертең сағат 5-те кейінде менің итім уже ұрланып кетеді. Will have been stolen. Вот. Все, осы 8. Қазір мен сіздерге формуласына бәрін жазып беремін. Скриншот жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Все, скриншот жазадық па? Кеттік ары қарай. Сонда қараңыздар. Мына жерде мынандай нәрсе. Мен мына красный цветтен уже көзім ауырып жатыр, фиолетовый жасаймын. To be. Мен сіздерге былай жазып беремін. To be in passive voice. Passive voice. Апа итпен мысқа неге тисе бересіз? Жазып беріп отқан өзіміз. Так, кеттік. Сонда қараңыздар. To be in passive voice. Present simple болған кезде біз қолданамыз. Am, is, are. Екіншісі. Present continuous болған кезде біз қолданамыз. Am, is, are және плюс being. Being обязательно. Хорошо? Past simple болған кезде. Past simple. Біз қолданамыз. Was және were. Хорошо? To be орнына. Төртіншісі. Past continuous болған кезде біз қолданамыз. Was, were, being. Плюс being. Потом, бесіншісі. Present perfect болған кезде біз қолданамыз have немесе has плюс been. Been уже. Хорошо? Алтыншысы. Past perfect болған кезде біз қолданамыз had been. Жетіншісі. Жетіншісі. Future simple болған кезде біз қолданамыз will be. Мен қолым шаршып кетті ғой. И сегізіншісі, когда бізде future perfect болған кезде, future perfect, біз қолданамыз will have been. Жақсы ма? Вот. Now to be бар. Енді бұлардан кейін бізде етістіктің үшінші формасы немесе ed. Және де by деп қою арқылы біз кім арқылы екен? Кім арқылы? Допустим. Так, скриншот жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Апай present simple'да do does болмайды. Өте жақсы. Сара, бұл нәрсе do does деген ол active voice-да. Іс-әрекет жасау. А біз қазір passive voice қолданып жатырмыз. Хорошо? То есть короче, бұл жерде do does деген нәрсе жоқ. Сонда мысалы мен айтамын, my dog is stolen every day by Жансая. Менің итім күнделікті Жансая арқылы ұрланады деген тема ғой, иә? My dog is being stolen now by Жансая. My dog was stolen yesterday by Жансая. То есть қасына by кім екенін қойсам, мен кім арқылы? Но все равно мен маңызды нәрсе именно Жансая арқылы екенін көрсетіп отырмын. Хорошо? Енді сіздерде сұрақ туындайды. Сұрақ қалай жасаймыз деген, иә? Давайте present simple негізінде қарастырып көрейін. Допустим, the house was past simple ретінде жасап көрейін. Built. Достар, мына формаға сәйкес келіп тұр ғой. Subject, to be, етістіктің үшінші формасы, иә? Болымсыз жасаймыз. The house, үй салынды. The house wasn't built. Және де сұрақ was, потом the house built. Все. Хорошо? Ал continuous болған кезде сол нәрсе шатастыру мүмкін. The house is
being built. Negative. The house isn't being built. Және сұрақ болған кезде is the house. Так, достар, қазір мен сізге тапсырма беріп қойын. Сұрақ verb 3 всегда болады. Is the house being built? Достар, енді, пожалуйста, сіздер барлықтарыңыз осы кез келген 8, 1, 2, 3, 4, 5 скрин. By, by'ды қойсаң да болады, делянс қойсаңыз да болады, қоймасаңыз да болады. Мысалы, by BI group. Қойсаңыз да, қоймасаңыз да болады. Пожалуйста, қазір енді аяқтау ретінде сіздер осы 8-нің біріне өздеріңіз мысал жазыңыздаршы. Кез келген бір мысал жазыңыздар. Интернеттен ешқайдан қарамай өздеріңіз жазыңыздар. The book was read. Жақсы, Фариза, бірақ read'тің 3-ші формасы тоже read болады. Хорошо, иди жаламаңыз. Так, my cat was eaten. Хорошо, жақсы. Так, I'm gone to work. Ну, I'm gone деген как-то вот не то, я? Скорее, бірінші стилінде деген сияқты. Work, так, the lesson was studied by me, жақсы. I'm watched K-drama. Так, I'm watched K-drama деген бір түрлі. I'm watched десе, как будто мен қараламын деген сияқты. I'm gone to the party. My life was ruined by school. Дина жақсы мысалы. I'm gone. Нет, достар, I am деген мен келтірмеңіздерші, потому что сіздердің үстілеріңізден бірінке жасамайды ғой, иә? The unity will be passed by Арсlan сөйлейді. Жақсы, Жанель. My phone has been stolen. Жақсы. The cake was baked. Аха, my dinner, Сабина, is being eaten. Қараңыз. Is being. Хорошо? И eaten, eats 3-ші формаға. Сабина, жөндеп жазыңыз. Pizza was cooked by myself. By me. Хорошо? Myself, by me. The dinner was cooked by me. My mom was cook емес қой. My mom was cook. Сіз айтасыз, моя мама была поваром. Хорошо? Сіз келесі сабақта біз бұны жалғастырамыз. Осы тақырыпты, жарай ма? Apple pie was baked yesterday. I was broken yesterday. The dishes was washed by her. KFC will be bought by my mom tomorrow. The dishes were washed. Хорошо? Dishes көпше түрлі. The apple was eaten. Dinner was cooked. The movie are being watched. The movie is being. Хорошо? Movie біреу ғана ғой. Room was being cleaned. Жақсы. My dinner was eaten. My big bone was eaten. The telephone was made. The kazakh handuk was created by... Ага, жақсы, Амина. My husband is stolen my heart. Нет, my husband is stolen, это мой муж был украден. Сіздің күйеуіңізді біреу ұрлап алып кетті деген сияқты нәрсе, иә? Сіз айтасыз, my heart was stolen by my husband. Мое сердце было украдено моим мужем деген сияқты. Хорошо? My heart is stolen every day. I will be married Аяна Тепперген. Жоқ. I will be married Аяна Тепперген, это вообще басқа нәрсе. I will be eating pasta by my friend. Так, I will be eating pasta все равно келмей тұр. Во-первых, will be деген етсің 3-ші формасы болу керек. Во-вторых, хорошо. Kinder Maxi was eaten. Жақсы, в принципе, барлықтарыңыз жақсы мысалдар келтіріп жатырсыздар. Достар, біраз адамдарда әлі проблема бар, так что уайымдамаймыз. Келесі сабақта біз бұны жалғастырамыз. Келесі сабақ, пассив, жалғастырамыз. И плюс тағы да кішігірім бір-екі тақырып өтеміз. Хорошо? Жалғасады. Так что дым уайым жоқ, дым паника жоқ. Жарай ма? Маған келгенде тоқтап қалмайды. Жақсы ма, достар? Ешкімде ешқандай проблема жоқ қой. Не паникуем, не волнуемся. Келесі сабақта біз бұл жайлы әлі сөйлесеміз. Толығымен. Мен қазір сіздерге основной идеяны түсіндіріп бердім. Окей. Сұрақ болмаса, онда всем пока. Удачи. Молодцы, барон, красавчиксыңдар. Перезат неңізді жіберуді ұмытпаңыз. Я хочу continue етеміз. Конспектісті.